2020 жылдың желтоқсан айынан бастап Жібек жолы мектеп-лицейінде лицей тынысы атты апта жаңалықтар топтамасы жұмысын бастайды. Бүгінгі жаңалықтар топтамасының лицей оқушылары мен ұстаздарының жетістіктері айдарымен мен 9-шы А сынып оқушысы Әбділдай Жан таныстырамын. Лицей тынысы апта жаңалықтар топтамасының жұмысына өз лебізін білдіру үшін лицейіміздің директоры Жанғарашева Ардақ Төлепбайқызына сөз беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, ата-аналар және оқушылар. Карантин режимінің енгізуіне байланысты онлайнда жұмыс істеп отырған әріптестеріміз, оқушыларымыз, ата-аналарымыз лицей тынысымен таныс болып отырсын деген мақсатта Жібек жолы мектеп-лицейінде жас жігер ғылыми қоғамына мүше дарынды оқушыларымыздың ұйымдастыруымен лицей тынысы жаңалықтар топтамасын ашып отырмыз. Олай болса, лицей тынысы жаңалықтар топтамасын ашық деп жариялаймыз. Құтты болсын. Бүгінгі топтамамыздан көретіндеріңіз: ұстаз Шәкірт Ментұл, мәдени саяси жаңалықтар, бала құқығы басты назарда айтары. Мектебіміз 2020-2021 оқу жылын келесі жетістіктермен бастады. Республикалық КИО ағылшын тілі бойынша бірінші дәрежелі дипломдармен Мұхамедова Диана, Петрова Лия, Азиз Шаниязов, екінші дәрежелі дипломмен Асаль Авазбаева марапатталды. Республикалық КИО байқауында ұстаздарымыз химия пәні бойынша Жұманбаева Нұрзада, үшінші дәрежелі дипломмен ағылшын тілі бойынша Харькова Светлана Петровна және қазақ тілі бойынша Мырзақұлова Сымбат Әмірқызы марапатталды. Республикалық «Мен дарынды баламын» онлайн сайысының жүлдегері Балтабай Айша екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Момбекова Айкен Тоқтасынқызы. Қараша айының 20-шы жұлдызында мектебіміздің 5-ші, 6-шы қазақ және орыс сыныптары арасында 36 оқушы қашықтықтан аудандық республикалық жарысқа қатысты. Облыстық кезеңге 6-шы В сынып оқушысы Блинков Никита орыс тілі және әдебиеті пәндері бойынша және 5-ші В сынып оқушысы Жанкиев Абай математика пәні бойынша жолдама алды. Биік белестерге жеткен ұстаздарымыз бен оқушыларымызды марапаттарымен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақыттарда да толағай табыстарға жете берейік. Келесі мәдени және саяси жаңалықтар топтамасын таныстыруға 8-ші А сынып оқушысы Есен Зерені шақырамыз. Тұңғыш президент күні. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қарсаңында мектебімізде келесі тақырыптарда елбасы және бас қалам Нұрсұлтан, ұлт көсемі мен келешекке бірге, тәуелсіздік тарихы, ұлт рухының өлшемі сынып сағаттары өткізілді. Сонымен қатар, бастауыш сыныптар арасында отансүйер ұлан бол тақырыбында мектепшілік онлайн мәнерлеп оқу сайысы өтті. Оған мектебіміздің 40 оқушысы қатысып, бас жүлдені 4 оқушы, бірінші орынды 4 оқушы, екінші орынды 11 оқушы, үшінші орынды 17 оқушы иеленіп, 4 оқушы алғыс хатпен марапатталды. Мереке қарсаңында тәуелсіздік тұғырым тақырыбында сырттай шығармалар байқауы өтті. Бұл байқауда 4-ші Б сынып оқушысы Жұмабек Сабина мен 4-ші А сынып оқушысы Берік Баяның жұмыстары жоғары бағаланып, аудандық кезеңге өтті. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің оқушылары, ата-аналары, ұстаздары, сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Баршаңызға зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс, оқуда озат болуды тілейміз. Сүйінші жаңалық, табиғатты аялау мен қоршаған ортаға жанашырлық көзқарасын таныту адамзаттың басты борыштарының бірі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жасы ел бағдарламасы аясында мектебімізде үйірме жетекшілерінің ұйымдастыруымен қарашаның 17-сі күні экобақ жасанды оранжереясы ашылды. Ата мекен жанға жайлы саябау, ар алдында күнә болар табиғатты аямау. Қанымызға сіңген екен сүтіменен ананың, туған жердің табиғатын аялау. Сұлу дала менің сүйген өлкемсің, жаны жайсан жаратылған еркемсің. Қандай жақсы қазақ болып туған. О, туған жер, тамашасын көркемсің. Бала құқығы басты назарда айдарымен таныстыру үшін 7-ші Б сынып оқушысы Болатбай Мейірімді ортаға шақырамыз. Бүгін 20 жылдың қазанның 20 күні қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі тақырыбында Zoom форматында қашықтықтан қыздар жиналысы өткізілді. Жиналыстың мақсаты
қазақ халқының әдеп-ғұрпын, салт-дәстүрін, қыз балалардың бойына сіңіре отырып, кәмелетке толмаған қыз балалардың келешекте қоғам алдындағы жауапкершілігін түсіндіру. Сонымен қатар 29 қазан күні 5-9 сыныптар арасында адам құқығы, бала құқығы тақырыбында ұлдар жиналысында директордың құқықтық тәрбиесі жөніндегі орынбасары Заурбек Болатбаев Журнарызов оқушыларға қылмыс және қылмыстық жауапкершілік тақырыбында баяндамасын оқыды. Шақырылған қонағымыз ұлағатты әкелер клубының төрағасы Тошыбаев Қуаныш Орынбасарович өзінің үлкендік өмірден түйгені мен көргенін айтып, өзінің әкелік ақыл кеңестерін айтып өтті. 1-4 сынып арасында жаман әдеттерден аулақ бол. 5-11 сыныптар арасында заңды білу жарқын болашақ тақырыптан да сынып сағаттары жүргізілді. 1-4 сыныптың жетекшілері сынып сағатын өткізу барысында оқушыларға жаман мен жақсы қылықтарды бір-бірінен ажыратуды және де адам бойындағы жақсы қасиеттерді ұғындыра отырып, әр адамның бойындағы жауапкершілік пен міндеттері туралы түсінік қалыптастыра білді. 4-6 сыныптар арасында тәуелсіз елдің ұланы тақырыбында сурет байқауы жүргізілді. Байқаудың мақсаты балаларды өнерге баулу, туған елге, жерге деген сүйіспеншілік пен махаббатты одан әрі ояту, ұлттық бірлікке тәрбиелеу. Бірлік, бейбітшілік пен татулық сынды қазақстандықтар үшін ортақ құндылықтарды нығайту, әрі мектеп жасындағы оқушылардың арасында толеранттық идеясын насихаттау болды. Құрметті көрермендер, лицей тынысы атты апта жаңалықтар әзірлеген топтамасымен таныс болдыңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.